Апа, не істеп жатсыз? Мен сәукеле тігіп жатырмын. Қазақтың ұлттық киімі қыздардың басына киетін сәукелесін тігіп жатырмын. Сөйтіп бұны кәдімгі нақыштағы қошқар мүйіз оюменен сәндейін деп жатырмын. Апа, маған да үйретіңізші. Оюды басып алдым. Енді бұны жаңағы сәукелеге жабыстыру үшін бірінші материалымызды алып, сол материалға ою өрнекті салып аламыз. Сен өзің мына жерге ою өрнекті сал енді. Сол қағаздағы ою өрнекті басып аламыз, қошқар мүйіз деп аталады. Қазақта көп қолданылатын ою өрнек. Қошқар мүйізді көбіне сандық, кебеже, қазақтың ұлттық киімдеріне көп қолданған. Апа, мен салып болдым. Жарайсың қызым, әдемі салыпсың. Апа, оюдың басқа түрлері бар ма? Иә қызым, оюдың бірнеше түрлері бар. Оның ішінде көп қолданылатын оюлар қыңыр мүйіз, қаз мойын, түйе табан, құс қанаты. Апа, құс қанатының мағынасы қандай? Құс қанатының мағынасы шахмат шақпақтарының ізіменен бейнеленген құстың қанаты тәріздес ою өрнек.